Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз жұмсақ, дәмді әрі оңай абрикосовый пирог жасайтын боламыз. Ең біріншіден бізге керек ұн, сары май, сүт, лимон, қант, қопсытқыш, абрикостар. Абрикостарды осылай турап аламыз безендіру үшін. 4 жұмыртқа және де қаймақ. Үлпілдеп тұрған бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Үстінен қантты қосып, бір миксерлап жіберсеңіздер жақсы болады. Ал енді мен 4 жұмыртқаны қосып, артынан қантты қосып, бір миксерлап алдым. Осылай воздушный болып шығады. Үстінен лимонды сығып қойдым. Артынан 3 кішкентай қасық қаймақ, сүт, барлығын бір араластырып аламыз. Қопсытқышты ұнға қосып, араластырып, ситадан өткіземіз. Дайын болды. Енді формамызға майды жағып, үстінен ұнды қосамыз. Немесе сіздер пергаментпен қойсаңыздар болады. Ал ұйықтығымызды салып, осылай шетіне қарай ысырсаңыздар, біркелкі болып піседі. Үстінен абрикостармен немесе сіздер басқа ягодалармен безендірсеңіздер болады. Ал ас болсын, осындай күшті болып шығады.